Инси шыңдар орманы Қытайдың оңтүстігіндегі Гуандун провинциясында орналасқан. Мыңнан аса шыңы бар, бұл орман жазық дала мен 20 шақырымнан артыққа созылып жатыр. Жерден бой көтерген бұл шағын шыңдар жүздеген миллион жыл бойы судың мүжілуінің нәтижесі. Мұндай жер бедерін карст деп атайды. Шамамен 200 миллион жыл бұрын бұл жерде ұлан-ғайыр мұхит болған. Сырттай қатты көрінетін осы жартастардың ішінде теңіз жаратылыстарының көптеген сүйектері мен минералдары табылған. Олардың арасында үздіксіз ағатын су шайып кеткен кальций карбонаты бар. Нәтижесінде тастардың пішіні өзгерген. Жүздеген миллион жыл бойғы жаңбырдың мүжілуі тек шыңдарды қашап қана қоймай, жер астындағы үңгірлерді де ойып жіберген. Суда еріген минералдар осында шөгіп қалған. Ол үңгірлерді еңселі бағандарға толы алып залдарға айналдырған. Судың үздіксіз ағуы осы үңгірлердің кейбірінің құлауына себеп болған. Карст осылайша жаңа геоморфологиялық түр воронкаларды қалыптастырған. Бұл бізге көз сияқты көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде бұл шұңқыр. Су мен тастың айқасы Инси шыңдар орманын ғажайып көрініске айналдырған.